Отбасы, жанұя, әулет. Иә, әрбір адам баласының өмірінде бұл үшеуінің алатын орны орасан зор. Ал біздің қазақ халқы өнегелі үлгілі отбасы қоғамның айнасы екенін баяғыдан ақ білген. Отан отбасынан басталады. Әке асқар тау, ана басындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деп, киіз туырлықты бір шаңырақтың өзінде кемінде 5-6 бала, тіпті 14-15 бала тәрбиеленгенін, жанұяның әрбір мүшесінің өз орны, құрметі, сый қадірі бар екенін айтады. Мінекей, араға жыл салып тағы да 15 мамыр халықаралық отбасы күні келіп жетті. Әлбетте, отбасы деген 365 күннің тек бір күнінде ғана ескерілетін мейрам емес. Отбасы құндылықтары мемлекеттің іргетасы. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді дана қазақ. Ақсақалды аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміз бүтін бір әулеттің таусылмас ақыл дариясы, сарқылмас қазына байлығы іспеттес. Ел болам десең, бесігіңді түзе деп бекер айтпаған. Барлық отбасының төрінде тек қариялар отырсын деп тілейік.